Сәлем достар, бүгін бізде HTML бойынша 7-ші сабақ. Жалпы біздер HTML-дің көптеген заттарын үйрендік. Жаңағы негіздік деңгейін жалпы үйреніп шықтық. Енді алдыңғы сабақтарда бір үйретпеген заттарым қалды. Соларды қазір қарастыратын боламыз. Бірақ бір тақырыпқа тоқтап қалмаймыз. Бұны әр тақырыптардан алып солай қарастыратын боламыз. Енді біздер HTML жаңағы парақшаны ашып, осы Notepad++ арқылы ашып, ішіне енді кәдімгі HTML-дің затын жазамыз, каркасын. Type HTML. Енді бізде үйренбеген бір зат, ол өте маңызды заттардың бірі, жалпы сайт жасағанда қазір үйрететінім. Ол жалпы жаңағы мета тегі, мета деген тег. Жалпы мета тегтің ішіндегі бізде charset атрибут арқылы жасалатын. Мета, сосын charset деген атрибут, оның ішіне біздер жалпы бір сайт жасағанда осы кодировканы жазуымыз керек, дәл осылай. Егерде біздер Notepad++-те бұлай кодировка UTF-8 деп таңдайтын едік. Соны браузер арқылы ашқан кезде кәдімгі қазақ тілінің шрифттері арқайын көрінетін еді. Ал егерде сіз бұны кәдімгі интернетке жүктеп, соны интернет арқылы, домен хостинг арқылы көретін болсаңыз, мынау жоқ болса, сіздерде қазақ тілінің әріптері дұрыс көрінбей, сұрақ белгісі тағы түсініксіз символдар шығады. Бұл сол үшін арналған. Жалпы міндетті түрде бір зат жасаған, сайт жасаған кезде алдына UTF-8 қойылуы керек. Енді келесі бізде link деген тег. Link деген жалпы ол бұлай link rel style sheet. Бұл енді CSS-ке көбірек байланысты тег. Оны ертеңгі CSS-тің кезінде қарастыратын боламыз. Жалпы link дегенде тег бар осылай. Link, не осындай тег. Енді бізде тағы да не қалды? Бізде мынандай бір тег бар. Pre деген тег бар. Бұл жалпы текстке байланысты. Pre дегеніміз қандай тег? Бұл жалпы жаңағы біздер параграфты былай жазатын болсақ, мысалы қазір мен сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Параграф. Мына жерге текст жазатын болсақ, бір осылай. Сосын арасын ашамыз былай. Осылай ұзын-ұзын көбірек пробел салып аштық. Енді осыны браузер арқылы ашсақ, бізде міне арасында тек қана бір пробел ғана бар. Ал бізде мына жерде ұзынына кетті, ұзынына міне. Ал бізде тек қана бір пробел ғана қосып тұр. Енді түсінген шығарсыздар, pre дегеннің жалпы несі жаңағы атқаратын қызметі, ол былай. Мысалы қазір мына жерге бір текст жазамыз. Міне кәдімгідей тұр, тым жақсы. Ал енді бұның арасын ұзағырақ қылып ашамыз. Және бұлайына бөлек қоямыз да, сол кезде бізде мынадай бір зат пайда болады. Арасы қанша ашылды преде, сосын мына жағынан былай төменге қарай түстік. Келесінеге міне қазір сіздерге дұрыстап көрсетейін. Міне бізде преде қалай тұрса, бұны экранға дәл солай шығарады. Міне мынаның арасында ашсақ болады осылай. Pre деген жалпы керекті тег десе де болады. Кейбір сайттарға. Бұның енді түсінгендеріңізде арасына қанша пробел, қанша не қойылғанына қарамайды. Осылай қайтып қойсаңыз, дәл солай экранға шығарады. Жалпы Pre'ның атқаратын қызметі. Енді бізде соңғы HTML5-те шыққан тегтер бар. Олар header деген тег,
жалпы бұлай HTML-ді кәдімгі div сияқты, просто жаңа ID div сияқты, бұның просто бір жағы бар. Ол не десем болады? Жағы CSS жағынан көбірек қолданылады. Footer осылай. Бұның ішіне бір текст жазамыз. Текст параграф, текст. Бұда ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл просто жаңа CSS жағына керекті. Енді жаңа айта кеткенде div деген затты үйретпедім мен сіздерге. Жалпы бір рет көрсете кетейін, div дегеніміз ол жаңағы header мен footer сияқты тег десе де болады. Бұл да дәл сондай, ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұның тек бір керекті жағы CSS жағынан өте көп пайдасы тиеді. Бұл div-тің өте көп қолданылады. Енді мына жерге ешқандай есет байқап тұрған жоқпыз. Мынаның ішіне біздер жеке класс ID беріп өте жаңағы күшті заттар жасауға болады осы div класс арқылы. Жалпы енді оны CSS-ті үйренетін барыста пайдасы көп дейді, сол кезде ғана түсінетін боласыздар. Енді мен сіздерге класс пен ID-лерді көрсетейін. Класс деген біз не? Біз мысалы параграфтан 10 жазсақ, қазір осылай жақсы 5-еуін жазсақ, бізде төменге қарай 5-еуі кетеді. Енді біз қазір осыны CSS қолдан өзгертетін болсақ, параграф тегі деп өзгертетін болсақ, бізде мынаның барлығы өзгеріп кетеді түгелі CSS қолданатын кезде. Ал енді біз бұның бәрін өзгертуіміз керек емес, тек қана біреуін өзгертетін болсақ, немесе қалаған жаңағы сан мөлшер бойынша оны өзгерту үшін біздер былай жеке бірінші ID береміз. ID. Қазір түсіндіретін боламын. Бір ID берсек, мысалы A деп. Осы арқылы біздер жаңағыда CSS қолданып, тек қана осы біріншісін ғана өзгерте аламыз. Дәл осы ID-ді былай қалғандарына да қоса беруімізге болады. Бір ID мен көптеген заттарды өзгертуге болады. Мына ID-ді мысалы ашқа қойып, аш тегтеріне қойып, h1 осылай. Бұғанда ешқандай несі жоқ, әсер жоқ. Сол сияқты жаңағы өзгерте беруімізге болады. Енді біз жаңа ID-ді қозғадық. Келесі бар, ID-ге ұқсайды. Ол да, бірақ ол мына ID-ден айырмашылығы онымен көптеген заттарды өзгертуге болады. Ол класс деген. Класс деген жалпы атрибут, осының ішіне типі бұл да ID сияқты. Бір ID-дің атын жазып, класстың атын жазып, CSS қолданып өзгерте беруімізге болады. Енді тағы да бізде не қалды? Бізде енді бір үйретпей кеткен затым бар. Ол A тегіне қолданатын жалпы A. Қазір біздер мына жерге бір зат жазамыз. Так. Telegram. Енді мына жерге href https telegram.com десек, үстінен басқан кезде бізде Телеграмға апарады. Қазір енді мән беріңіздер, оны дәл осы біріншісінен ашып тұр. Жалпы жаңағы үстінен басқан кезде тек қана бір жаңағы неден ашып тұр, бір вкладкадан ашып тұр. Енді бұны үстінен басқан кезде мына екінші вкладкадан шығаратын қылып істеу керек. Оны жасау үшін бізде A тегіне арналған бір атрибут бар. Ол target деген. Target, содан кейін мынандай нүктелі отыр, содан кейін target.
blank деп жазсақ, бізді келесі бетке өткізеді. Бұл жалпы енді соған арналған тек осы сияқты көбін жазып қойсақ, мысалы vk, com, vk, так, the brain, kz, осы сияқты жалпы. Енді қазір қараңыздар, үшеуі кетті, үш сілтеме. Біріншісін басқан кезде telegram.com дегенге апарады, екіншісін басқан кезде тағы бір вкладка деген vk-ға апарады, үшіншісін басқан кезде біздің сайтымызға апарып тұр. Осылай. Бұл жалпы таргеттің қызметі. Енді достар, бүгінге менің видеом аяқталды. Келесі HTML-де видеоны күтіңіздер. Келесі уақытта да біраз заттар үйренеміз. Егер видео ұнаған болса, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз, және де каналға жазыламыз. Сау болыңыздар.